қазір полностью сухой болып тұр ғой, Бүгін нешінші күн? Қазір неше градусқа шейін түседі сонда? Сәлем достар, бізде бүгін өте қуанышты күн. Бүгін инкубациядағы жұмыртқаларымызға 16 күн бұйырса, бүгін улупление болатын күн. Балапандарымыздың шығатын күні. Бізде де бісміллә деп бөтене шаруашылығын бастап жатырық. Мынау біздің өзіміздің үйіміз, үй жағдайында, дегенде мықты үй жағдайында, мынау біздің жалпысында жаңа үйіміздің залымыз деп айтсақ болады. Соған бізде инкубаторда қанша балапан жұмыртқамыз бар қазір? 200. Кешегі алып тастаған жұмыртқалар, неоплод жұмыртқаларды есептемегенде 160 бар ма? 160. Соны бүгін Құдай қаласа сіздермен бірге нешеуі шыққанын көреміз. Мынау бізде түсіндіріп кетсеңіз, қайтайын. Инкубатордан кейінгі брудер, одан кейінгі 3 күн тұратын брудер, қателеспесем. 3 күндік брудер, қолы жасалып жатыр. Қолдан жасалынған. Ішіне пеленка төседік осында жаялық. Төседік қойдық. Лампочка. Кормушка. Кормушкасын саламыз. И мынандай. Су құятын поилкамыз қайда. Андай жем әкелдік мама, иісі енді конкретно. Жем салауы. Су құятын бар. Осындай өттіғатшы. Осындай біреу және екеу бізде, Осындай екіншісі. Мынау шынымды айтсақ, бұл біздің инкубатордың сыртында келген 2 коробкасы өзінің родной. Содан осындай брудер жасап, үстінен лампочка өтіп тұр. Şimdi көрсетші лампочкасын. Осындай самодельный, жоқтан бар жасау деп аталады бұл. Қымбат брудерге ақша құртпай, осылай қолдан жасасаңыздар да болады. Міне астына осындағы поддонның үстіне жолдасын көтеріп, жерден жылы болып тұру үшін жасады осылай. 3 күннен кейін ол тоже самодельный, мына қараңыздар қандай күшті. Мынандай коробкамдан астына мынау пеноплекс алынады, тазаланады. Сосын мынау астына сетка. Сетка бір жағында поилка, бір жағында жем саламыз. Бір жағында жемі, бір жағында су тұрады бұйырса. Мына жақта 20 күндей тұрады ғой соның ішінде. Астында андай рамасы бар. Қағаштан жасалынған. Мына астындағы пеноплекс қозғалады, тартып алып, тазалап тұрамыз. Өте махаббатпен жасалынған. Мына қараңыздар, ПВХ-дан жан-жақтарында осындай рамкілеп, гламурный кормушка болды біздің балапандарымызға. Өте повезло. Ал оң болсын, бұйырса, енді балапан бүгін шықса, осы видеоның жалғасымен шыққан балапандарымызды түсіретін боламыз. Іске сәт. Тура, осында бізде 2 болады. 2 болады. Достар, мынандай коробканы қайдан алдыңыздар десеңіздер, мына Алсер, сосын Технодом, Тупак деген сияқты организациялардың осындай нелерді шығарып тастайды негізі. Соны бақылап, сондай жерлерден алсаңыздар болады. Соның жан-жақтарына осылар ПВХ-ны жолдасын бекітті. Себебі балапандар жан-жақтың бәрін шықпайтын болады.
негізі USB де ма сондай неден жасалынып жатады ғой бөлдірулер. Біз максимально экономичный вариантпен жасадық. Енді өте сүйкімді болып тұр. Мында қақпағы да бар. Негізі бұл морозильниктің несі, е? Морозильниктің коробкасы. Бізге сәттілік тілеп қойыңыздар. Әлде де өсіру барысымен, көбейту барысымен таныстыратын боламыз. Бізде бұрын негізі тауық балапанын, қаз балапанын өсіріп көрген тәжірибеміз бар, бірақ бөдене балапанын бірінші рет инкубатордан шығарып, бірінші рет көбейтейін деп тұр, осылай. Не болатынын көреміз. Мынандай кормын алып қойдық. Мынау старт рост деген корм екен бөдененің. Одан кейінгі жұмыртқа бағытындағы және де ет бағытындағы кормдарды оларды алып қойдық. Иісі өте жаман. Біз әлі балапан шыққан жоқ. Мына жер уже сасып жатыр. Шыны керек. Сондай екен. Бисмилля. Бізде кульминационный момент, құтты болсын. Біз тағы білек мама папа болдық. Анан қараңыздар, пырлап жатыр ғой. Тәй. Түрлеріне. Енді бұл ерте өстік сияқты тез өседі дейді, ал көреміз. Түнде сағат 1-ден бастап басталды. Біреуі шығып, қазір таңғы 6. Міне ішінде өріп жүр. Қазір бір партиясын алып, бісміллә деп будырге саламыз. Так, значит, біз 2 брудер әлі қосқан жоқпыз. Қазір қосамыз. Міне яқта бірінші партиясына слақ қосып, ішіне датчигін салып, температура влажностін өлшеп, әр жеріне кормын шашып, суын құйып, дайындап қойдық. Суының ішіне проволока салып қойдық қандай. Ішіне суға батып кетпесін деп балапандар. Ал оң болсын. Негізі үсті полный кепкенше инкубаторда болса да болады. Бірақ бізде ішінде 200 балапан көп болып тұрды, сосын кішкене біз қажет біздің уже алдық бір брудерге. Енді өшеден жер кепеді. Жырап жатыр жылы жерде. Значит, осындай журналымызды көрсетіп кетсек, басынан бастап күнделік жүргізіп жатырмыз. Басын бәрін бірінші күннен бастап жазып, мына жерге сызып, үстіне учет жүргізіп жатырмыз.
Енді жемге келеді, мына қара жемге жүгіріп келіп жатыр. Жердегі сақ жемдерін уже тауысып, тек ірі жемдер алған екен, ертең жем салды. Мына жақтағылар сондай. Мына жақтағылар бұлар әлі малыштар, кішкентай. Шөндері. Бұлардың жемдері солаймен тұр әлі. Суларын тағы төгіп сады, суларын тағы да білет алып садым. Қазір мына жерді ауыстырамыз енді. Ана дейді болмайды. Ол енді уже ішінде потерялся, ішінде не істеп кетті ғой. Всем привет. Я, всем привет, біздің балапандарымыз. Бүгін таңертеңесін шыққан балапандар, не уже активный бәрі су ішіп жүр. Корм жеп жатыр, мына жақтағы балапандардың астын уже білет ауыстырдық, потому что қаны бар суларын шашып, төгіп, бәрі бір-бір шомыл болған, бізде чипа болған бағында пайлықтың. Сосын пайлықтың өзгеріп тұр. Мына балапандар жемейін соңғы шыққан. Үсті әлі су-су. Болды, ол да жем жеп жүр, бірақ кішкентай екен әлі. Әміне? Бұлар енді сәл кештеу, 4-5 сағат кештеу шыққан Әміне? балапандар. Соңғы шыққан, алғашқы шыққан балапандар. Бұлар кәдімгідей байқаған көзге разница бар. Бұлар уже тезірек кеуіп, шұрстың жоқ бітті. Аналар әлі кішкентай. Әне асадым. Қазір қашан алдың сен оны? Әне асадым. Қазір салып қоямыз қайтадан, не? Градусына өсеміз ішіне. Сен сап қоям. Сәлем достар, бөдене шаруашылығы күнделігі. Екінші күн біздің балапандарымызға инкубатордан шыққандарына бүгін істері толықтай кеуіп, жемдерін жеп, суларын ішіп жатыр, 2 брудер. Каналға тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Бұл жерде бөдене туралы көп ақпарат айтатын боламыз.